Мәжбүрліктен деп айтып отырсыз ғой, мәжбүрліктен сіз ұстаздық тастап жаңағы бизнес кәсіпкерлік жолға кеттіңіз, иә? Енді осы жағынан келген кезде сіз бала кезіңізден жаңағы ұстаз болу арманыңыз болды, білім беру жаңағы деген сияқты балаларды, жастарды тәрбиелеу деген сияқты, иә? Бірақ енді ұстаздықтан осы бизнеске кетіп қалған кезде сізде өкініш жоқ па, осы дұрыс болмай қалды, осы неге кетіп қалдым осыдан деген бір ойлар болды ма, сондай келді ме ойыңызға? Енді менен гөрі менің туысқандарым қатты ренжіді маған. Сен сонша 3 қызыл дипломмен бір университеттің доценті, завкафедра деген атағың бар, неге кеттің? Біз сені үлгі тұтып жүрген едік қой. Мақтан тұтып. Біз сені мақтан тұтып, қызымыз осындай университет сабақ береді деген, білесіз ғой, кезімізде университет мұғалім болған, ол екінің бірін қолынан келе бермейтін нәрсе. Сондай көп ренжіді, ағаларым да ренжіді, осындай. Бірақ енді мен кейінгі жылдары мысалы әртүрлі бизнеспен айналысып, шаршап, тозып, азып тозып кеткен кезде сол мұғалім күндерін сағынатын. Енді ұстаз болу деген өте жақсы нәрсе ғой негізі. Бірақ қайтадан былтыр мен өзім жаңағы осы бизнесті үйретіп бастаған кезде басқа да өзім сияқты адамдарға осы жолды көрсетіп, осы бизнесті көрсетіп бастаған кезде мен түсіндім. Менің миссиям осы адамдарға көмектесу. Яғни бәрібір тәлімгерлік, ұстаздық қайтадан келді, иә, дұрыс айтасыз. Мен былтыр 78 шәкіртті тәрбиелеп өсірдім. Дәл қазір ол кісілерде осы жаңағы өмірлік жағдайын дұрыстап алды. Яғни олар да осы бизнеспен айналысып, жағдайын жақсылады деген сөз. Ол да білім, ол да қарап отырсаңыз, сондай бір беріп жатқан жақсы дүние деп ойлаймын. Яғни адамдарға сіз өзіңіздің пайдаңызды тигізіп, жақсы сапалы білім беру арқылы оларды кәсіпке баулай алдыңыз, иә?